Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздердің назарларыңызға қоғамдағы мінез-құлық ережелері, буллинг дегеніміз не және одан қалай қорғануға болады тақырыптарында балаларды қорқытудан қорғау бойынша интерактивті сағат ұсынамын. Тәрбие сағаттың мақсаты білім алушыларды кішіпейілділікке, үлкендерді сыйлауға, кішіге қамқор болуға, көмектесуге үйрету, жақсы қасиеттерді бойына сіңіріп, жаман қасиеттерден жирену сезімін дамыту. Буллинг сөзінің мағынасын ашу, таныту, жасөспірімдер арасындағы қорлау, мазақтау, намысқа тию жағдайларын алдын алу. Адам бойындағы ұнамды, ұнамсыз қылықтарды айыра отырып, әдеп әліппесін бойына дарыту, тіл байлығын, таным белсенділігін арттыру. Ұлы ойшылдардың мінез туралы айтқан сөздерінен үзінді берілген. Әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби, жақсы мінез құлық пен ақылың, екеуі біріккенде бұлар адамшылық қасиеттер болып табылады. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Гёте мінез құлық әркімнің өзінің кейпін көрсететін айна деген. Ресей психологы Теплов, өзгермейтін, түзелмейтін мінез болмайды. Сондықтан бір жағымсыз қылықты ақтау үшін мінездегі кемістікті сылтау ету бос сөз. Адам өз мінезіне өзі жауапты деген болатын. Мен сені жақсы көремін ойынын ойнауды ұсынамын. Ойынды ойнау үшін бізге айна немесе смартфонның камерасы қажет. Сондай-ақ қалам мен қағаз қажет болады. Яғни сіздерге айнаға, смартфонның камерасына қарап отырып, көз алмай, өздеріңізге қарап, мынадай сұрақтарды қайталап жауап беруді сұранамын. Мен кіммін? Маған қарап тұрған кім? Мен жақсы адаммын ба, әлде жаман адаммын ба? Мен туралы достарым не ойлайды? Тәртібім қандай? Мінезім қандай? Достарым көп болу үшін не істеуім керек? Сондай-ақ, менің бойымда қандай жақсы қасиеттерім бар? Қандай жаман қасиеттерім бар? Енді жазған жауаптарымызға сәйкес тәртібіміздегі, мінезіміздегі, бойымыздағы жаман қасиеттерді анықтап, олардан тез арада арылуға мақсат қоямыз. Буллинг сөзі ағылшын тілінен аударғанда қорқыту, кемсіту, мұқату дегенді білдіреді. Буллинг агрессия немесе күш көрсету арқылы адамның өзгені қорлауы, үстем екенін көрсетуі. Буллинг жасаушы мұны күшпен де, сөзбен кемсіту арқылы да жасайды, әрі бұл әрекетін жиі қайталауы мүмкін. Буллинг деп көп жағдайда бір адамның бір адамды қорқытып, үркіткенін, қудалауын атайды. Оның негізгі 4 түрі бар. Олар сөзбен қорқыту, күшпен қорқыту, реляцион түрі және кибернетикалық буллинг. Сөз формасындағы буллингте адам ауызша айқаймен, дауыс көтеру арқылы және күліп, кекетіп, мұқату арқылы зорлық көрсетеді. Құрбанды қорлап, оның намысына тию, сыртынан ол туралы өтірік айту, өсек тарату, дөрекі сөйлеу, жәбірлеу сөз түріндегі буллингке кіреді. Буллингтің күш көрсету арқылы жүретін түрі адамның тәніне зиянын тигізеді. Оның дүние мүлкіне зардап әкеледі. Мәселен, иықпен қағып өту, ұру, төбелесу осы қатарда. Әдетте буллинг басқалай басталып, ақыр соңында күш көрсетуге алып келеді. Күш көрсету үлкен ауыр қылмысқа апаруы мүмкін өте қауіпті буллинг түрі. Relational буллингті кейде әлеуметтік агрессия деп те атайды. Бұл бір адаммен қарым-қатынас құру арқылы оған зиян келтіру, кемсіту. Сондай-ақ реляцион буллинг түсінігін бір адам басқа жанның репутациясына кір келтіргісі келген, оның қоғамдағы беделіне нұқсан келтіруді ойлап жасаған әрекетін сипаттағанда да қолданады. Relational буллинг сырт көзге жақын араласатын адамдар болып көрінетін ортада орын алуы мүмкін. Сондықтан ол ұзақ уақыт басқа адамдарға байқалмай бірнеше жылға жалғаса береді. Қазір қорқытудың кибербуллинг деп аталатын түрі жиі ұшырасады. Мамандар да кибербуллингтің әсіресе пандемия кезінде өршіп тұрғанын айтып жүр. Кибербуллинг, интернет, әлеуметтік желі, түрлі сайт арқылы қоқан-лоққы көрсету, жәбірлеуші телефонмен хабарласып, немесе әлеуметтік желіде жазып, адамды қорқытады. Кибербуллинг жасаушы ауызша немесе белгілі бір фото, видео жариялап қорлауы мүмкін.
Мамандардың айтуы бойынша ақпараттың көптігі, гаджеттердің де артуы, сонымен қатар ата-ананың бейғамдығы интернеттегі буллинг пен кибербуллингтің арта беруіне әкеледі. Әлеуметтік желілерге өз туралы суреттер салмауға, барынша қорғануға шақырады. Алаяқтар басқалай пайдаланып кетуі абзал. Буллингтің құрбаны болудың алдын алу үшін эмоцияны басқаруды үйрену, тұрақты болу, үлкендермен ақылдасып ашық сөйлесіп отыру қажет. Яғни, басқалардың эмоционалды жағдайына саналы түрде қарау, түсіну және жанашырлық білдіру. Өзіне деген сенімділіктің болуы, дос таңдауда ата-ананың ықпалының маңыздылығын ескеру. Мәселені шешу және жанжалды ой елегінен өткізуді үйрену. Сондай-ақ, сенімсіз сайттарға кірмеу, ақпарат таратпау. Тәрбие сағатымызды ұлы Абай атамыздың бір шумақ өлеңімен аяқтағым келіп отыр. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес дұшпаның білсеңіз. Талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз. Дені сау, салауатты өмір салтын қолдайтын, өнер мен білім қуған, көк байрақты еркін отанымыздың нағыз патриоты, еліміздің елеулі, халқымыздың қалаулы азаматтары болыңыздар.